Ибн Аббас былай дейді. Расулалла саллаллаху алейхи уә сәлләм сахабаларына былай деді: Ухудта шейіт болған бауырларың бар емес пе? Алла олардың рухтарын жасыл құстардың арасына кіргізді. Олар жаннаттың өзендерінен су ішкен, жәннат жемістерінен жейтін, арштың көлеңкесіне ілінген алтын ұяшықтарға жайғасып жататын құстар. Шейіттер осылайша жақсылап ішіп жеп демалған соң былай дейді: бауырларымызға біздің жәннатта тірі жүргенімізді, мол ризыққа кенеліп жатқанымызды кім жеткізер екен? Осы хабар міндетті түрде жетуі керек, сол арқылы олар жәннатқа құлшынсын, шайқаста қорқып қашпасын. Алла тағала оларға жауап ретінде: сендердің жай жапсарларыңды мен жеткіземін деді де, Алла жолында өлтіріліп, шейіт болғандарды өлі деп ойлама. Керісінше, олар тірі әрі Раббыларының дәргейінде ризық несібеге бөленуде. Олар Алланың шексіз шарапатымен берген нығметтеріне шат-шадыман болып қуануда, әрі өздерімен әлі қауышпағандарды, яғни діндес бауырларын Алламен қауышқандарында олар үшінде ешқандай қорқыныш жоқ екенін һәм әсте жабықпайтындықтарын айтып сүйіншілеуді қалайды деген аятты түсірді. Түсіндірме: бұл хадис шейіттердің өлмегенін, керісінше тірі екенін айта келген аяттың түсу себебі мен мән мағынасын ашқан. Шейіт болып өлу мен жай өлім арасында ешқандай айырмашылық жоқ сияқты көрінеді. Екі жағдайда да адам баласы өлім дәмін татады. Имандылар мен имансыздар, салихалы кісілер мен арандатушылардың қабірдегі жағдайлары да әртүрлі болатынын түсінуге болады. Алайда шейіттердің басқаларға қарағанда басқаша барзах әлемінде болуы, өлі емес тірі екендіктерін түсіну өте қиын мәселе екені даусыз. Кейбір ғалымдар өмірдің 5 мәртебесі бар екенін айтады. Шейіттер осы мәртебелердің 4-шісінде болатынын айта келіп былай дейді: шейіттердің орны қабірдегі адамдардан әлдеқайда жоғары мәртебеде. Әрине, шейіттер дүниедегі өмірлерін ақиқат жолында құрбан еткендіктері үшін Алла тағала жомарттығымен оларға дүниедегі өмірге ұқсас, алайда тағдырсыз, ешқандай шаршап шалдығуы жоқ барзах әлемінде оларға жақсылығын үйіп төгеді. Олар өздерінің өлгенін білмейді, тек өздерінің мұндағыдан әлдеқайда керемет бір әлемде жүргендерін біледі. Сол жердегі керемет жағдайдан ләззат алып, өздерін бақытты сезінеді, өлу арқылы жеткен айырылысу атты қасіреттің дәмін сезбейді. Ал қабірдегілердің рухтары мәңгі болғанмен өздерінің өлгенін сезеді. Барзах әлемінде татқан лаззаттары шейіттердің ләззатына жете қоймайды. Қалайша адам баласы бір түстің өзінде жәннат сияқты керемет сарайға кірген секілді. Біреулері түс көріп жатқанын біледі, сондықтан оның алып жатқан ләззат аса мәз емес. Оянсам, мына рахат жоғалады деп ойлап жатады. Енді біреулер ұйқыда жатқанын білмейді. Шынайы ләззатпен шейіттердің барзақтан алатын ләззаттары дәл осындай әртүрлі. Көптеген уақиғалар мен әртүрлі жеткен хабарлардан мұндай жағдайда өздерін сау саламатта екендіктерін сезуі бұлтартпас шындық. Тіпті шейіттердің мырзасы болған Әзірет Хамза бірнеше мәрте өзін паналаған адамдарды қорғауы және дүниеде кейбір істерді атқарғаны һәм басқаларға көмектескені сынды бірнеше оқиғалар арқылы осы мәртебенің бар екенін нақтылай түскен. Нағыз бақытқа бөленеді. Бір ғалымның Убайд есімді бір жиені әрі шәкірті бар еді. Ол кісі әлгі ғалымның орнына шейіт болған соң, ғалым сол жерден 3 айлық жолда тұтқындалып жатқанда, оның жерленген жерін білмесе де, аян боп келген бір түсінде әлгінің қабіріне кіреді. Оны шейіттердің мәртебесінде жүргенін байқайды. Ол әлгі ғалымды танып көз жасын көл қылады. Өзінің өмірде жүргенін айтты. Алайда орыстардың бәлесінен қаймыққандықтан жер астынан өзіне жайлы орын белгілеп алғанын білдірді. Міне, осы кішігірім түс кейбір шариғатқа және кейбір ақиқаттарға көңілім қанағаттануына себеп болды дейді әлгі ғалым. Ибн Аббас: ел жұрт оларға, дұшпандарың сендерге қарсы қол жинады, ендеше олардан қорқыңдар, һәм аман сау тұрғандарыңда бас сауғалаңдар. Хабар олардың иманын одан сайын күшейте түсті. Сонда олар дегенде, бұл бізге қолдаушы ретінде бір Алла жетеді. Ол қандай керемет қамқоршы, деп жауап берді деген аят жайында былай деді: мұны Ибрахим пайғамбар отқа лақтырылған кезде айтты. Дәл сол сияқты, Алла елшісі де, адамдар сізге қарсы шығу үшін жиналып жатыр деген кезде айтты. Түсіндірме: риуаяттан байқағанымыздай, хасбуналлаху уә ниғмал уәкил деген дұғаны ең алғаш Ибрахим пайғамбар айтқан. Ибн Исхақтың айтуынша, мұсылмандарды қорқыту, көңіл күйлерін бұзу сынды әрекеттер жасағысы келгендерге қарсы осы сөзді айту арқылы жоспарларының күл талқанын шығаратын. Әбу Суфиян Ухудтан кеткен соң құрайыштықтармен бірге керік айтады.
Алдынан Мағбат әл-Хузағи шығады. Әбу Суфиянға Расулалланы қалың топтың арасында көргенін, Ухудқа шықпағандар өкініп айналасына жиналып жатқандығын айтады. Әбу Суфиян бір кісі жіберіп, Алла елшісіне Әбу Суфиян мен оның әскерлері келе жатқандығын білдіреді. Сол кезде Алла елшісі Хасбуналлахи уә ниғмал уәкил бізге қолдаушы ретінде бір Алла жетеді. Ол қандай керемет қамқоршы дейді. Оқиға болған уақыт пен мекен жайлы түрлі риуаяттар айтылады. Барлығында Әбу Суфиян қорқынышты бейне боп көрінгісі келген сәттерде Алла елшісі Хасбуналлахи уә ниғмал уәкил деп жауап қатқан. Әбу Саид былай дейді: бір топ мұнафықтар Алла елшісі қандайда бір жорыққа шыға қалса бөлініп қалатын. Онысымен қоймай Алла елшісіне қарсы келіп, жорықтан қалғандарына мәз болатын. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм Мәдинаға қайтқанда алдына келіп ант су ішіп кешірім сұрайтын. Оның үстіне өздері істемеген істермен мақтанып масаттанып, елдің сүйіспеншілігіне бөленгісі келетін. Олардың осындай қылықтары жөнінде жағымсыз істері мен қолдарына тиген болмашы бұйым боқшаға мәз болғандарды һәм қолдарының ұшы тимеген істерді иемденіп, өздері атқарғандай мақтау естігенді қалайтындарды оңады деп ойлама. Сондай-ақ оларды азаптан құтылады деп те ойлама. Олар үшін жан төзгісіз азап бар деген аят түсірілді. Түсіндірме. Бұл аяттың жорыққа шықпай қалған мұнафықтар жайлы түскендігін айтса да, кейбір риуаяттарда яһудилер жайында түскендігі айтылады. Яһудилер: біз иләһи кітап түскен адамдармыз. Ғибадат құлшылық жасайтын тек біз ғана. деген сөздеріне байланысты түсті деседі. Қуртуби және басқа да ғалымдар екі топқа да осы аяттың түскендігін айтып, әртүрлі риуаяттардың арасында қайшылық жоғын білдіргісі келеді. Алайда аяттың мәтіні жалпылама келген. Істемеген істерімен мақтанып, дандайсып кететін әрбір кісіге қатысы бар. Хумайд ибн Абдурахман ибн Ауф былай дейді: Әмәуи халифасы Мәруан күзетшісіне: Рафир ибн Аббасқа бар да былай деп айт: егер бізден әркім жасағанымен дандайсып, жасамағанымен мақтанғандығы үшін азап көретін болса, барлығымыз жаппай азапқа ұшырадық деген сөз дейді. Сонда Ибн Аббас бұл сөзді естіген кезде былай дейді: ол аяттың сізге не қатысы бар? Ол әхлі кітап жайында түсті ғой деді де мына аятты оқыды. Кезінде Алла кітап иелерінен кітаптағы мәліметтерді ел жұртқа ашық айтып жеткізетін боласыңдар һәм ондағы ақиқаттарды, әсіресе Алланың соңғы елшісі жайлы маңызды ақиқаттарды жасырмайсыңдар деп уәде алған еді. Алайда олар мұны қаперлеріне ілмей бірден былай ысырып қойып, оны мал дүние, шен-шекпен, атақ абырой сынды болмашы бағаға сатып жіберді. Расында олардың бұл саудасы қандай жаман әрі зиянды десеңші. Жағымсыз істерімен қолдарына тиген болмашы бұйым боқшаға мәз болғандарды һәм қолдарының ұшы тимеген істерді иемденіп, өздері атқарғандай мақтау естігенді қалайтындарды оңады деп ойлама. Сондай-ақ оларды азаптан құтылады деп те ойлама. Олар үшін жан төзгісіз азал бар. Ибн Аббас сөзін жалғап былай дейді: Алла елшісі олардан бір мәселе жайын сұрады. Сонда олар ақиқатты жасырып, өтірік жауап берді. Оның үстіне өздерінен сұралған мәселеге байланысты берген жауаптар үшін мақтау мадақ күтті. Әсіресе сұралған мәселенің анық-қанығын айтпай жасырғандарына маз болды. Түсіндірме. Алла елшісінің яһудилерден не сұрағаны риуаяттарда нақты келмеген. Бірақ өзінің сипаттарының кітаптарындағыдай болып болмағаны жайлы сұрайды. Олар болса қашқақтай жауап берген. Аяттың тәпсірінде Ибн Аббас былай деген: Алла тағала Тауратта былай деді: Ислам Алланың құлдарына жіберілген дін, Мұхаммед Алланың елшісі. Осы тәпсірден біз Ибн Аббастың сұралған нәрсенің не жайлы болғандығын білгенін байқаймыз. Ибн Хажардың айтуынша, жасағандарына дандайсу деген сөздің айтқысы келгені Тауратта берілген Алла елшісінің сипаттарын жасырғандары. Ал жасамағандармен мақтанулары болса, біз Ибрахим пайғамбардың дініндеміз деп кеуде қағулары болатын. Ибн Аббас мейлі істері жақсы тақуа кісі болса да, мейлі амалы нашар күнәһар пенде болса да, өлім барлығына бірдей қайырлы нәрсе деген соң, мына аятты оқыды: күпірлік қылғандарға мұрсат берген болсақ, олар оны өздері үшін қайырлы екен деп ойламасын. Шынтуайтында біз оларға одан сайын күнәға бата түсін деп мұрсат берудеміз. Олар үшін ақиретте қор қылатын азап бар. Содан соң алайда Раббыларына қарсы келмей тақуалық аясында өмір сүргендер үшін жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жаннат бақшалары бар.
Олар онда мәңгі бақи қалып, Алладан ерекше сый-құрмет көреді. Алланың дәргейіндегі бар игілік, ізгілікке жаны құштар кемел мүміндер үшін, әлбетте, әлдеқайда қайырлы деген аятты оқыды. Үммі Сәләмә былай дейді: «Уа, Алланың елшісі, Алла Тағаланың әйелдерді хижретке байланысты сөз еткенін ешқашан естімедім, неге олай деп сұрадым». Сол кезде Раббылары олардың дұға мінәжаттарына былай жауап берді: «Шүбәсіз, мен мейлі ер, мейлі әйел болсын араларыңнан үнемі осылай игілікті істер істейтіндердің еңбегін зая етпеймін. Өйткені сендер бір бүтінсіңдер, яғни, мақсат-мұраттарың, ұстанған жолдарың бір һәм еңбектеріне қарай қарымталарыңды аласыңдар. Менің жолымда хижрет еткен әрі атамекенінен қуылған, менің жолымда сан түрлі зәбір-зомбылыққа төзе білген һәм керек кезде дұшпанға қарсы қасық қаны қалғанша соғысқан және өлтірілген әрбір жанның кінә-қателіктерін жасырамын һәм шүбәсіз, оларды жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жаннат бақшаларына кіргіземін». Бұл Алла тарапынан берілетін ерекше сый-сияпат. Әлбетте, ең керемет сый-сияпат Алланың дәргейінде деген аят түсті. Түсіндірме. Бұл хадис Тирмизи ғана риуаят еткен хадистердің қатарына жатады. Үммі Сәләманың сұрағында әйелдерге тән бір жігер байқалады. Сұраққа аят арқылы жауап келген. Аятта әйел мен еркек деп бөліп жарып жатпастан теңдей сый-сияпатқа бөленетіндер баян етілген.